Барлықтарыңызға сәлем. Бұл плейлистте біз Python бағдарлама тілімен танысатын боламыз. Бағдарлама тілімен танысу барысында біз математикалық есептерді шығаруды үйренеміз. Экранда көріп тұрғандарыңыз Python бағдарлама тілінің ресми сайты. Бұл сайт арқылы сіздер Python бағдарлама тілінің интерпретаторын жүктеп алуға және осы бағдарлама тіліне қатысты документацияны ағылшын тілінде оқуға болады. Курс барысында біз VS Code мәтіндік редакторын қолданатын боламыз. Сіз өзіңізге керекті, өзіңізге ыңғайлы мәтіндік редакторларды қолдансаңыздар болады. Бүгінгі тақырып негізгі функциялар. Негізгі функцияларға print және input функциясын жатқызуға болады. Бірінші шығару функциясы print-тен бастайық. Функцияларға біз кейін қайта тоқтаймыз. Пока біз функциялардың жазылу ретін көрейік. Бірінші функция атауы, кейін жай жақша келеді. Жақшаның ішіне аргументтер жазылады. Print функциясы бір немесе бірнеше аргументті қабылдай алады. Мысалы ретінде біз кез келген сөз тіркесін экранға шығару үшін тырнақшаның ішіне алып, керекті сөзді жазамыз. Hello World. Проектті сақтаймыз, сақтағаннан кейін терминалда орындаймыз. Python есеп.py. Көріп тұрғандарыңыздай, терминалға Hello World сөзі дәл солай шықты. Енді print функциясы тек қана шығарып қана қоймай, математикалық амалдарды да есептей алады. Мысалға, кез келген екі санның қосындысын тағып, 25 плюс 10. Сақтаймыз, терминалда орындаймыз. Экранға 40 сан шықты. Жаңа атап өткеніміздей, print функциясы бір немесе бірнеше аргументтерді қабылдай алады. Тырнақшаның ішінде алынған барлық мәліметті ол экранға шығарады, ал мынаны есептейді. Файлды сақтаймыз, орындаймыз. Міне, бірінші тырнақшаның ішіне алынған бірінші аргумент экранға дәл солай шығарды. Кейін келе арасына аргументтердің арасы үтір белгісімен бөлінгеннен кейін ол жерде бос символ тұрды. Әрі қарай осы екі санның қосындысын есептеді. Енді мән жерді тек қана шығарып қана қоймай, сонымен бірге енгізуіміз керек. Енгізу үшін бізде input функциясы жауап береді. Жаңа атап өткеніміздей бірінші функция атауы, кейін жай жақша жазылады. Input функциясы міндетті емес, бір ғана аргументті қабылдайды. Ол сөз тіркесі ретінде келуі керек, және бұл аргумент сіздің енгізетін мәніңіздің алдында шығатын сөздерді жазуыңыз керек. То есть тырнақшаның ішіне name тең деп жазып, әрі қарай курсор біздің мән енгізгенімізді күтетін болады. Мәнді енгізгеннен кейін оны міндетті түрде бір жерде сақтау керек. Ол үшін бізде бағдарлама тілінде де айнымалылар бар. Мысалы, name деген айнымал берейік. Айнымалы атауы кез келген болуы мүмкін. Айнымал тақырыбына біз келесі видеода тоқталатын боламыз. Пока тек айнымалының латын әріптерімен белгіленетінін біліп жүріңіздер. Мысалы, name. То есть input функциясы орындалады. Функция орындалғаннан кейін бізге мына аргумент ретінде берілген сөз экранға шығады. И курсор біздің мән енгізгенімізді күтіп тұратын болады. Және ол мән жазғаннан кейін Enter'ді бассақ, ол name айнымалысын ішіне сақтайды. Давайте осыны экранға шығарып көрейік. Келесі жолға print. Біз екі аргумент берген тұр. Біріншісі біз экранға сәлем деп шығарамыз. Әрі қарай. Осы name айнымалысының ішіндегі мәнді шығарамыз. Name айнымалысының ішіндегі мәнді шығару үшін бізге оны тырнақшаға алу қажет етпейді. Айнымалын дәл солай жазатын боламыз. Файлды сақтаймыз и терминалда орындаймыз. Name. То есть қараңыздар, input функциясы орындалды. Орындалған кезде мына аргументке берілген сөз экранға шықты. Әрі қарай курсор біздің мән енгізгенімізді күтіп тұр. Мысалы, YouTube. И келесі жолға print функциясы орындалды. Print функциясында екі аргумент бар. Бірінші аргумент просто сөз тіркесі, оны экранға шығарып қойғаннан кейін үтір белгісі арқылы екеуі бөлініп тұр. И үтір белгісінен кейін айнымалы name тұр. Name айнымалы ішінде YouTube сөз тіркесі сақталған. Енді тағы бір тоқталып кететін нәрселер. Бірінші комментарий. Комментарий программа ешқалай әсер етпейді. Комментарий жазу үшін решетка белгісі қойылады. Решетка белгісінен кейін орналасқан барлық символ комментарий болып есептеледі. Мысалы, input, енгізу, функциясы. Дәл сол секілді мысалы.
print шығару функциясы. Яғни комментарий жаңа айтып өткенімізге ешқандай әсер етпейді, тек қана ол сізге немесе сізден кейін осы программамен айналысатын адамға подсказка қалдыруға қолдануға болады. Әрі қарай Python бағдарламалау тілі регистрға тәуелді бағдарламалау тілдерінің қатарына жатады. То есть бұнда print сөзіндегі бір әріп мысалы басқаша үлкен әріппен жазсаңыз, жоғарғы регистрмен жазсаңыз, бұл өз кезегінде ошибкаға алып келеді. YouTube орындаймыз. Вот. Print is not defined. Сол себепті де регистрға мән беру керек. Жоғарғы регистр дегеніміз үлкен әріптер, төменгі регистр дегеніміз кіші әріптер. Бүгінге осы келесі сабағымыз айнымалар және деректер түрлері.